Сәлеметсіздер, мен білім алушылар. 10-шы сынып функцияның мәндер жиыны. Функцияның мәндер жиынын табуға бірнеше мысалдар көрсететін боламын. Бірінші мысал y тең болады 7 азайту 1,4x. Бұл бізде сызықтық функция. Сызықтық функцияның графигі түзу сызық, яғни бұл жерде мәндер жиыны минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін деген сөз. Сызықтық функцияның мәндер жиыны барлық нақты сандар немесе минус шексіздіктен плюс шексіздік аралығы. Екінші мысал бөлшек рационал функция. Бөлшек рационал функция берілген кезде мәндер жиынын табудың ең оңай тәсілі осы функцияға кері функция табу. Y тең болады 7 бөлінген 1,4